Жылыжай кәсібін қалай бастаймын және неден бастаймын деген сұрақтар жекеме көп келіп жатады. Енді кейбіріне уақыт тауып жауап беріп жатамын, кейбіріне қолым босамай жауап бере алмай қалатын сәттерім болады. Сондықтан осы кішігірім видео арқылы сол сұрақтардың жауабын бере кетейін. Жалпы бұл жылыжай саласында тәжірибеңіз болмаса, ең басында бірінші шағын жерден бастаған дұрыс. Үйгілік жерден, еске алыңызға, күн жақсы түсетін, азаннан кешке дейін күннің көзі жақсы түсетін жерге шағын ғана жылыжай салып, сол жерден бірінші тәжірибе жинап алыңыз. Және өзіңізге бұл кәсіп ыңғайлы ма, қолыңыздан келе ма, соны анықтап аласыз. Қолыңыздан келіп сізге ыңғайлы болып жатса, бұл кәсіп, жылыжай кәсібі, кейін үлкейте бересіз ауқымын. Сондықтан бірінші шағын жерден бастағандарыңыз дұрыс. Ал енді құрылысына келетін болсақ, мүмкіндіктеріңіз, қаражаттарыңыз болып жатса, темірден жасаған жақсы каркасын, себебі темір мықтырақ болады және ұзақ жылдар бойы тұратын болады. Ал егер қаражатыңыз болмай жатса, әзірге тәжірибе жинап алғанша ағаштан да салуға болады құрылысын, каркасын, жылыжайдың. Ал енді көлеңкесіне келетін болсақ, жай ғана көлеңке болмайды бұл жылыжайларға, себебі ертең күннің ыстығында, күннің суығында ол шыдамай шіріп сынып кететін болады. Сондықтан жылыжайға арналған арнайы көлеңкелермен жабыңыздар. Ал ондай көлеңкелер Шымкент қаласының агро дүкендерде өте көп сататын жерлер. Мүмкіндіктеріңіз болса, сондай жерлерден алыңыздар. Жылыжайға арналған специально сондай көлеңкелерден жабыңыздар. Ал енді қыстай өнім өсіргім келеді, көкөніс өсіргім келеді дейтін болсаңыздар, бірінші очередь жаңа отопление системасын жақсылап жасаңыздар. Топырағы да және мынау іші де жақсылайтын қылып жасасаңыздар, ертең қыстай өнім алатын боласыздар. Ал егер дұрыс жолмайтын болса, өнім алу қиын болады. Сондықтан отопление системасын барынша мықты қылып жасаңыздар. Және мынау тұқымдарын қайдан алам деп жатады. Тұқымдары біздің агро магазиндерде көп, Шымкент қаласында. Сонда агро магазиндерден өзіңізге керекті тұқымды, тыңайтқышты, дәрі-дәрмектерін бәрін сондай жерден, арнайы агро дүкендерден алғандарыңыз дұрыс. Сосын мынау өзіңізге сенбей, ертең бұл дұрыс жүргізе алмай қалам деген күмәндарыңыз болса, өздеріңіздің жергілікті тұрғылықты жерлеріңізде осы салада жүрген агрономдар болатын болса, сол кісілермен ақылдасып, тірлік жасаңыздар. Ертең банкрот болмайсыздар және мол тәжірибені тезірек жинап, ертең бұл кәсіпті дөңгелетіп кете алатын боласыздар. Сондықтан білетін адамдармен бірге жұмыс жасағандарыңыз дұрыс.